Қалай грек жаңғағын дұрыс тұтынуды білесіз бе? Сәлем достар! Бүгін грек жаңғағы туралы айтатын боламыз. Айтпас бұрын каналыма тіркелмеген болсаңыз, тіркеліп қоңырауды басыңыз. Менің келесі видеомды жіберіп алмас үшін. Ол видеода тәтті бәліш рецептімен бөлісетін боламын. Грек жаңғағын дүкеннен сатып алғаннан кейін оны жуып 8 сағатқа суға салып қоямыз. Жаңғақ тұрған су осындай қоңыр түске боялады. Ал жаңғақ болса әппақ болып тазарады. Суды төгеміз, бірнеше қайтара жаңғағымызды таза сумен шаямыз. Осындай арнайы құрылғымен жуылған жаңғағымызды кептіреміз. 4 табағы бар кептіргіш құрылғы. Жаңғағымызды осылайша салып дайындап аламыз. Жалпы күнделікті тұрмыста жүрген жаңғақтардың барлығы да адам ағзасына тигізер пайдасы мол. Бірақ кері әсерінде тигізуі мүмкін. Себебі жаңғақтың бойында табиғи консервант бар. Ол фитин деп аталады. Жуылмаған жаңғақтың қышқыл дәмі де содан. Достар, менің видеом пайдалы болса, жақындарыңызбен бөлісе отырыңыздар. Фитин қышқылы темірдің, мырыштың, магний, кальцийдің сіңуін азайтады. Фитин қышқылы суда ыдырайды. Сол себепті барлық дәнді дақылдарды және жаңғақтарды түнге қарсы суға салып қойғаныңыз дұрыс. Жаңғақ құрамындағы барлық пайдалы заттар белсенді күйге ауысады және де тағамның құндылығын арттырады. Достар, сіздерге осы ақпарат құнды болды ма? Сол туралы өз пікірлеріңізді қалдырыңыздар. Достар, менің каналымда көптеген пайдалы видеолар бар. Сілтемесін видео астында қалдырамын. Өтіп көріңіздер. Мінеки, құрметті көрермен, жаңғағымыз 70 градуста 6 сағат ішінде кеуіп болды. Осындай зип пакетке салып сақтаймыз. Дәмі өте керемет, қытырлақ және дәмді. Сіз де жасап көріңіз, өкінбейсіз. Баршаңызға ас болсын. Менімен болғандарыңыз үшін рахмет. Сау саламат болыңыздар.